Қоғамдық бастамаларды дамыту және ақпарат бөлімінің мамандары жастар арасында нашақорлықтың алдын алу және есірткі заттарын пайдаланбау туралы өмір сүру құқығы атты іс-шара өткізді. Бұл мәселе қазіргі кезде жастардың арасында өрби түсуде. Осы мәселелерді болдырмау мақсатында және алдын алу үшін мамандар облыс орталығының колледж студенттері арасында профилактикалық іс-шара өткізді. Бұл жыл басынан жыл 12 ай айтылатын тақырып жасөспірімдердің арасындағы есірткіге қарсылық. Право на жизнь деп орысша аталғанымен жалпы негізі дәл осы қылмыстың түрі өте өміршең келіп тұр. Оны бәрілеріңіз білесіздер. Жастар арасында бұл ерекше бір бастау алған және қарқынды дамып кеткен өкінішке орай бүгінгі таңда проблема. Сондықтан осының алдын алу, жастардың санасына жеткізу есебінде біздің ұжым осындай кештерді, осындай кездесулер жиі ұйымдастырады. Бүгін біздің ортамызда психолог маман бар, ортамызда спид-центрдің маманы бар. Сондай-ақ ана ретінде келіп отырған ассоциация деловых женщин дейді, сол жерде құрамында болған азаматшалар бар. Бәріміз бірігіп жастардың өміріне мейлінше қауіпсіздікті арттыруға, мейлінше жамандықтан сақтауға осындай бір ат салысып жатқан жайымыз бар. Жалпы облысымыз бойынша соңғы 3 жылда АИТВ жағдайы қалыпты. Жыл сайын 100-ден аса жаңа жағдайлар анықталады. Былтырғы жылмен салыстырғанда 18 жағдайға азайған. Соңғы жылдары анадан балаға АИТВ жұқтыру фактілері анықталмаған деп бөліседі мамандар. Жалпы бұл ауруды жұқтырғандардың көптені 40-49 және 30-39 жас аралығындағы азаматтар. Бұл туралы іс-шарада облыстық АИТВ инфекциясының алдын алу орталығының мамандары баяндады. Соңғы 3 жылдың ішінде Солтүстік Қазақстан облысы бойынша АИТВ инфекция бойынша эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Жыл сайын 100-ден астам жаңа жағдайлар тіркеледі. Анадан балаға берілу жағдайы соңғы 3 жылдың ішінде тіркелген жоқ. Тіркелген жағдайлардың ішінде 40 пен 49 жас, 30 пен 39 жас аралығында көбінесе тіркелген. Негізгі жұғу жолдары ол яғни парентеральды және де жыныстық жолмен. Бұндай іс-шаралар жастар арасында жиі өткізіледі. Жоспар бойынша оқу мекемелерінде, колледждарда, университеттерде жиі өткізіліп тұрады. Есірткі заттарын алдын алу профилактикалық іс-шарасына қатысушылардың бірі Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжінің 2-ші курс студенті Арсений Пономарев. Ол бұл сынды іс-шараларға жиі қатысып тұрады. Жасөспірімнің айтуынша есірткі мәселесі қазіргі кезде өте өршіп тұрған мәселелердің бірі. Сондықтан да жастарға мамандардың кеңесіне құлақ түру өте маңызды дейді. Данное мероприятие я считаю очень интересным в плане то, что мы боремся против наркотиков, и считаю, что актуально будет поддерживать данную тему, так и продолжать продвигать ее и внедрять и обсуждать с студентами и школьниками про то, что как это может плохо повлиять на тебя и о будущих последствиях. Кездесу барысында мамандар жастарға нашақорлықтың салдары жайлы баяндады. Ал кездесуге келгендер өздерін қызықтырған сұрақтарына жауап алуға мүмкіндікке ие болды. Азат Құрмаш, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.